Hello everyone. Сіздермен бірге ағылшын тілі маманы Маржан. Және бүгінгі видеода біз classroom phrases, яғни сыныпта ағылшын тілі сабағында қолданылатын фразаларды қарастыратын боламыз. Мен өзімнің Instagram парақшамда, стористе, YouTubeға қандай видео салсам қызықты болады деп сауалнама жүргізген болатынмын. Сол кезде көпшілігіңіз осы тақырыпқа дауыс берген болатынсыздар. Ал егер де сіз менің Instagramыма әлі жазылмаған болсаңыз, мына жерге логин қалдырып қоямын. Баяғыда мектеп кезінде бізде Аққайша деген ағылшын тілі мұғалімі болатын. Біздің өз апайымыз жоқ кезде сол Аққайша деген апай бізге сабақта, сол апай әрбір сөзден кейін эскле деп айта беретін. Сонда барлығымыз біз бір-бірімізге қарап түсінбейтінбіз, не айтып тұр бұл кісі деп. Кейіннен соны ойлап қарасақ, ол кісі сонда бізге is it clear, яғни түсіндіңдер ме деп айтады екен. Сол сияқты егер де сіздерге жаңадан мұғалім келіп жатса, немесе практикант апайлар келіп жатса, олардың күнделікті ағылшын тілі сабағында қолданатын фразаларын жаттап алсаңыз болған. Ағылшын сабағында ағылшын апайларын түсіну еш қиындық туғызбайды, және де сіз өзіңізді сенімді сезінетін боласыз. Және де бұл видео тек қана оқушыларға да емес, сонымен қатар мұғалімдерге де пайдалы болады деп ойлаймын. Себебі бұл жерде мұғалім тарапынан да, оқушы тарапынан да айтылатын фразалар болады. Ендеше, let's get started. Әдеттегідей сыныпқа барлығымыз кіргенде ең бірінші greetings, яғни сәлемдесуден бастаймыз сабағымызда. Бұл тұста бізде мұғалімдеріміз hello everyone, hello everybody деп айтуы мүмкін. Немесе таңертеңгі уақытта болса good morning class, good morning everyone деп айтуы мүмкін. Ал түстен кейінгі уақытта, 12-ден кейінгі уақытта good afternoon children деп айтады. Мен мектепте істеп жүрген кезде түстен кейінгі сыныптарға сабақ беруге барғанда оқушыларымыз good morning teacher деп алдынан шығады. Түстен кейінгі 12-ден кейін уақытта good morning дегенді айтпаймыз, тек good afternoon деген сәлемдесуді қолданамыз. Қал сұрасатын кезде how are you today, how are you doing деп сұрасақ болады. Hello, how are you? Егер де қандай да бір оқушы өткен сабақта жоқ болса, ауырып қалса, are you feeling better today, Алинур деген сияқты, сенің бүгінгі қалың жақсы ма деп сұрауы да мүмкін. Ал оқушылар өз тарапынан I'm fine, I'm great, I'm okay деп жауап берсе болады. Ал енді сәлемдесуден кейін сабақты бастайтын уақыт келді. Ендеше let's begin today's lesson. Бүгінгі сабағымызды бастайық. It's time to start our lesson. Сабағымызды бастайтын уақыт келді. It's time to start. I hope you are all ready to start our English lesson. Барлықтарыңыз бүгінгі ағылшын сабақты бастауға дайынсыздар деп сенемін. Is everybody ready to start? Барлығымыз бастауға дайынбыз ба? It's time to start. Please stop talking. Сабақ бастайтын уақыт келді. Сөзді доғарамыз. Немесе stop talking, be quiet, keep silence. Сөзді доғарамыз, тыныштық сақтаймыз, тыныш отырамыз дегенді білдіреді. Stop talking. Be quiet, everybody! Ал енді ары қарай кімнің бар, кімнің жоқ екенін түгендейміз. Бұл кезде не деп сұрайды? Who is absent today? Бүгін сабақта кім жоқ? Who is absent? Ал егер де қандай да бір оқушы өткен сабақта жоқ болса, why were you absent last Friday? Немесе why were you absent last Thursday? Неге сен өткен жұмада сабақта болмадың? Why were you absent? Ал егер де бүгін сабақта мысал үшін Алина жоқ болса, what's wrong with Alina today? What's wrong with Alina today? What's wrong with her? Алинаға бүгін не болып қалды? Неге ол сабақта жоқ? Осы уақытта түгендеп жатқанда біреу сабаққа тук-тук-тук деп кешігіп келуі мүмкін, Knock, knock. May I come in? Есікті ашып, sorry for my being late. Менің кешігіп келгеніме кешірім сұраймын. Немесе sorry, I'm late. May I come in? Кешіріңіз, кешігіп қалдым, кіруге бола ма? Come in. Don't let it happen again. Don't let it happen again. Кіре ғой, бірақ келесі жолы қайталанбасын. Don't let it happen again. Міне, енді нағыз сабақ басталды, тапсырмалар орындайтын кез басталды. Енді бұл жерде апай не дейді? Are you ready?
Дайынбыз ба? Open your books at page 10. Open your books at page 54. Yeah? Кітабымыздың 54-ші бетін ашамыз. Now you need your pencils, you need your rulers. Қазір сіздерге қарандаш керек болады, сызғыш керек болады. You have 5 minutes to do this task. Сіздерде осы тапсырманы орындауға 5 минут уақыт бар. You have 5 minutes to do this task. Енді жаңа сөздер мен жаңа сөйлемдерді үйренгеннен кейін айту мүмкін. Repeat after me. Repeat after me. Менен кейін қайталаңыздар. Егер дұрыс айтпай жатсаңыз, try again, please. Say it again. Қайтадан айтып көр, қайта тырысып көр. Тапсырманы орындап болғаннан кейін сұраймыз, тапсырма барлығы түсінікті ма, түсіндіңіздер ма, ұқтыңыздар ма, Do you get it? Do you understand? Мені түсіндіңіздер ме? Do you follow me? Менен қалып қалған жоқсыздар ма, барлығын түсініп отырсыздар ма? Біздің Аққайша апай айтатын сияқты, is it clear? Барлығы анық па, нақты ма, түсінікті ма? Және басқа да сыныптағы қандай да бір инструкциялар, Stand up, тұрамыз, sit down, отырамыз, raise your hands, қолдарыңызды көтеріңіздер, come to the whiteboard, тақтаға келіңіздер. Тапсырманы орындап болсаңыздар, hold your pens up, қаламдарыңыз жоғары көтеріңіздер, hold your pens up. Енді мына тапсырманы жазамыз. I would like you to write this down. Write this task down, I would like you to write this task down. Яғни, осы тапсырманы жазыңыздар. Осы тапсырманы жазу керексіздер. Немесе, would you like to read? Оқығың келіп тұр ма? Next one, please. Келесісі, өтініш келесіге, өшеміз келесіні жазамыз. Аяқтап болдық па? Have you finished? Have you finished? Your time is up. Your time is up. Уақытымыз аяқталды. Осы тапсырмаға берілген уақыт аяқталды. Қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Any questions? Do you have any questions? Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? A full sentence, please. Толық жауап бер. Толық сөйлеммен жауап бер, Louder, please. Louder. Дауысыңды шығарып айт, кішкене қатырақ сөйлеп айт. Енді сабақтың уақыты аяқталды. Let's stop now. Осымен тоқтатайық. It's time to finish now. Аяқтайтын уақыт келді. That's all for today. You can go now. Бүгінге осымен аяқталды. Енді жүре берсеңіздер болады. You can go now. Ал егерде бізде әлі уақытымыз болса, there are still 5 minutes to go. Әлі біздің кетуге 5 минут уақытымыз. We still have couple of minutes left. Біздің әлде бірнеше минутымыз қалды. Please back to your places. Өз орындарыңызға барыңыздар өтініш. The bell hasn't gone yet. Әлі қоңырау соғылған жоқ. Sit quietly until the bell goes. Sit quietly. Қоңырау соққанша тыныш отырыңыздар. Ал енді үй тапсырмасына да көшсек болады. This is your homework for today. Мынау бүгінге сіздерге тапсырма. There is no homework for today. Hooray! Бүгінге үй тапсырмасы жоқ. No homework. Your homework is to finish this task. Бүгінге үй тапсырмасы осыны аяқтау. Ал енді үй жұмысында алдық қоштасуымызға болады. Әрине қарапайым. Goodbye teacher, goodbye children. See you again next Friday, next week. Келесі жұмада, келесі аптада кездескенше. Have a good holiday. Демалыстарыңыз жақсы өтсін. Және де ең соңғы фразамыз stand up and say goodbye to the class. Тұрамыз да сыныппен қоштасамыз. Say goodbye to the class, So, бүгінгі classroom phrases, classroom conversation тақырыбындағы видео өз соңына келіп жетті. Сіздерге барлығы түсінікті, пайдалы болады деп сенемін. Видеоға лайк басып, пікір жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше. See you next time!